Дархан, демалыс күнің қалай өтті? Жақсы, мен ағаммен бірге қазақ күресінен әлем чемпионатын көруге бардым. Онда екі иығына екі кісі мінгендей палуандарды көрдім. Екі иығына екі кісі мінгендей? Екі иығына екі кісі мінгендей тұрақты сөз тіркесі, денелі, тұлғалы, иықты деген мағынаны білдіреді. Тұрақты сөз тіркесі дегеніміз не? Екі немесе одан да көп сөзден құралып, бір ғана мағынаны білдіретін сөз тіркесін тұрақты сөз тіркесі деп атайды. Мысалы, аяғы аяғына жұқпады тұрақты тіркесі шапшаң, тез жүрді деген ұғымда қолданылып тұр. Тұрақты сөз тіркесінің өзіне тән ерекшеліктері болады. Тұрақты сөз тіркестерінің құрамындағы сөздердің орнын ауыстыруға келмейді. Тұрақты сөз тіркесінің мағынасы оның құрамындағы сөздердің мағыналарынан алшақ болады. Тұрақты сөз тіркесінің құрамындағы сөздер бір ғана синтаксистік қызмет атқарады. Түсінікті. Көп рахмет, Дархан.